мен көп болды прям видео түсіре алмай кеттім. Ал енді достар, бұл менде видео емес, мен бүгін үйіме рум-тур түсіретін боламын. Яғни мен жаңа үйге көшіп кеткен болатынмын жаңа жылға байланысты. Және мен осы YouTube арнамды өзім ғана жүргіземін деп шештім. Потому что мен енді әпкемен жүргізбеймін, әпкем басқа жаққа кетті, сондықтан да мен өзім жалға жүргізетін боламын. Ал давайте біз бастаймыз. Ең бірінші мен осындай өзіміздің сыртына келетін болсақ, осындай әдемі көлі бар. Көлі өте әдемі, маған қатты ұнады. Және осындай жағаларында осындай нелер тұрады. Осындай, короче, қатпашықтарым осындай тұрады. И менде тамақ жегенжерім осындай мында өсімдіктер бар. И вот мында тамақ бар, кекіс, тоже кекіс, кофе, картошка фри. Сосын менде осындай кухняда осындай бір түсті көк осындай заттар алдым. Бұл менде холодильниктің ішінде осындай заттар бар. Мында клубника и атымды қалдым мен, короче. Атымды қалдым, сосын вафли, сосын не тағы? Осындай қызыл өрік, кетчуп, майонез, да, жемшедеп, сосын жақта осындай еттер бар. И сондай, короче. Мына жерде менде нүктелер бар. Тапшына басатын болсақ, не болады? Су шығады мына жерден. И мына шоколадты басатын болсақ шоколад, клубниканы басатын болсақ клубника, лимонды басатын болсақ лимон. И мына жақта менде осындай, мына жақта кружка, көк түс и жасыл түсімен парный, но бірақ сеттері басқа. Мына жақта осындай сок и осындай ыдыс. Мынау менде осындай ыдыс жуатын, сосын кептіретін. И мынау жиһаз, мынаның ішінде ыдыстар тұрады. Мен ыдыстардың бәрін полный парный қылып алған болатынмын. И мынау духовка, и мына жерде бізде десерттердің түрлері бар. Мен десерттердің түрлерін жабыстырамын деген, әлі ұмытып кеттім, әлі жабыспаппын. И менде жаңа жылдағы атмосфера. Мен әлі оны алған жоқпын, но бірақ келесі видеода алып тастайтын боламын. И менде осындай телевизор, мына жақта светок астында жанып тұрады. Астынан төбеге қарай жанып тұрады. Менде үлкен осындай телевизор, пульт арқылы ауыстырып тұрамын. Осылай пульт арқылы ауыстырып тұрамын. Осындай телевизор, мында диск салып, басқаларын көре аласыздар. Сосын мына жерде осындай ыдыс, типа мен мына жақта өзімнің челлендждерімді ойнаймын. Содан кейін бір нәрсе ойнаған кезде осында отырып, сұрақ жауап болған кезде осында отырып көрсететін боламын. Тоже мына жақта свечок, мынау менің бөлмем. Менің бөлмеме келетін болсақ, мен өзімнің бөлмемді күшті атмосферамен істеген болатынмын. Енді өзімнің ұнағанша қолымнан келгенше жасаған болатынмын. Мынау осындай свечок, бұлар қабырғада жабысып тұрады. Осындай жансақ сары болады әдемі. Мынау осындай пердечка. И мына жақта менде осындай гүл, прям бұл гүлді неге қоя бердім. Өйткені біздің ауамызға да және үйге де үйлеседі деп ойладым. И менде осындай микрофон, мен бір нәрсе айтқан кезде осымен істеймін, асмыр типа болған кезде. Менде будильник, мен будильниксіз вообще күн көрема айтты екенмін. Мынандай гүл алдым, бұл менің өзімнің столыма жарасады деп ойладым. Мен мұнда сабағымды қараймын, түнде осы свечокты жағып қоямын. Өзіме ұнаған атмосфера арқылы жасадым. Сосын осындай қоян блокнот,
бұл енді әдемі болды цветі и осындай ручка. Мынау менде осындай чемоданка, бұның сырты розовый тоже, өйткені ашық түстер маған қатты ұнайды жабық түстерден қарағанда. И мынау менде осындай лампочка, мен бұл лампочкамен тикток түсіремін, сосын тикток түсіремін, көптеген видеоларды осымен түсіремін, челлендж, әсіресе сұрақ жауапты. Ал мен мұнда осылай отырып, кофемді алып, жағажайға қарап отырамын. Мына жақта менің киімдерім, мынау ән айтатын киемін, мынау типа қыдыруға баратын кезде қыста киемін, мынау көйлек, мынау типа ашық осындай футболка, мынау осындай киім, короче, осындай заттар. И менің үйім сіздерге ұнаса, достар, прикиньте, мен кілем затым кетіппін, мынау менде осындай кемпір қосақ түстес кілем, сосын мынау менде осындай андай күшіктің іздері, и мынау менде осындай қабыршақтардың осындай кілемі. И осылай менің Докапокадағы үйім осындай. Ал достар, келесі видеода не түсіреді, соны міндетті түрде комментке жазып кетіңіздер. Достар, менде но бірақ адамдар көреді, но бірақ тіркелмейді және лайк баспайды екен. Егер де көретін болсаңыздар, тіркелу лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, егер де сіздерге бұл видео ұнамай қалатын болса, ұнамады, қызығырақ түсір десеңіздер, мен қызығырақ түсіруге тырысамын. Ал егер де ұнайтын болса, міндетті түрде тіркелу лайктарыңызды басып кетіңіздер. Вообще бізде актив деген төмендеп жатыр. Жарайды достар, келесі видеода не түсірейін, соны міндетті түрде айтып кетесіздер деген ойдамын. Пока-пока.